Байдың 10-шы қара сөзі. Осы адамдарды түсінбеймін. Құдайдан баланы жылап тұрып сұрап алады да, кейін оны далаға қаңғыртып қояды. Сонда ол баланы сол далаға қаңғырту үшін туды ма? Баланы туамыз, одан кейін оны қайтадан далаға қаңғыртып, немесе оны қуып, немесе оны басқа да жаман нәрселерге үйретіп қоямыз. Ата-аналар, бұл біз үнемі балдарымызға жаман нәрселерді үйретеміз. Біз не істесек, бала да біздің айтқанымызды істейді. Біз не істесек, бала сол біздің артымыздан ереді. Мысалы, біз тамақ істей үйренсек, өнерге жақын болсақ, біздің бала да бізге тартып, өнерге жақын болады. Кейбір адамдар былай істейді, баланы жылап тұрып сұрап алады да, ал бала бұзықшылық жасап солай істейтін болса, оны ұрып үйінен қуып шығады. Әлгі бала не жазығы бар? Бала жазықсыз туылады да, бірден таяқ жеп үйінен қуылады. Сонда біздің қазақ осы балдарды өйстіп қинау үшін туа ма?